Сәлем, бүгін сырнес с розочками жасаймыз. Ол үшін бізге картошка, сәбіз, пияз, болгарскийімізді жақсылап ашып, жуып тазалап аламыз. Сәбізімізден азырақ өткізіп, теркадан және де картошкамызды өткізіп, тұз бұрышымызды салып, жақсылап араластырып, бір шетке алып қоямыз. Және де видеодағыдай қалған көкөністерімізді ірі-ірі етіп тураймыз. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк, комментарий жазып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Дәл осылай барлығын шетінен турап дайындап аламыз. Және де бізге қамырымыз үшін розочка жасайтын, ол үшін бір жұмыртқаға азырақ су тұзымызды салып, эластичный қамыр илеп дайындап қоямыз. Дәл осылай көкөністерімізді дайындап болған соң етімізді ірі-ірі етіп тураймыз. Мен сиырдың етін пайдаландым. Қазанымызға азырақ май салып, етімізді бірінші, сонан соң пиязымызды, сәбізімізді, болгарскийімізді, тұз бұрышымызды салып, онан соң картошкамызды салып, оның үстіне де тұз бұрышымызды салып, дайындап қоямыз. Жаңағы қамырымызды алып, ұнның оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып, видеодағыдай ұзын-ұзын қылып бөліп, жаңағы салмамызды ішіне салып, жақсылап шет-шеттерін жабыстырып, розочка жасаймыз. Қызықты рецепттер салып тұратын боламын. Осы розочкаларымызды жаңағы қазанға дайындап қойғанымызға бір стакан су құямыз. Және де үстіне розочкаларымызды салып, жай отта пісіреміз. Ас болсын!